Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы келісу, келіспеу, сөйлеу үлгілері. Сабақ үстінде келесі сөздермен танысамыз. Келісу, соглашаться, келіспеу, не соглашаться. Иә, да, жоқ, нет. Қарсы емеспін, не возражаю. Қарсымын, возражаю. Мен келісемін. Я согласен. Мен келіспеймін. Я не согласен. Әбден дұрыс. Совершенно верно. Дұрыс емес. Неправильно. Дейін. До. Нешеге дейін. До какого времени? Бірден екіге дейін. От 1 до 2. 8-ге дейін. До 8. Кейін. От. После. 6-дан кейін. После 6. Бару – двигаться в направлении от, келу – идти в направлении к. Келесі тапсырмамыз берілген етістіктерді пайдалана отырып, болымды болымсыз түрлеріне айналдыру. Мысалы, ұйымдастыру. Мен ұйымдастырамын, мен ұйымдастырмаймын. Пайдалану. Мен пайдаланамын, мен пайдаланбаймын. Демалу. Демаламын, демалмаймын. Ә, қ, ың дыбыстарды айтуға жаттықтырыңыз. Бірнеше рет бөлек дыбыстарды айтыңыз. Содан кейін буынға қосып айтыңыз. Сәлемдесу мен қоштасу сөздерін пайдаланып айтыңыз. Мысалы, ә, сәлем, қ, қайырлы күн, ың, қайырлы таң. Оқылым. Берілген мәтінді оқып, үлгі бойынша өзіңіздің жұмысыңыз туралы айтыңыз. Келесі тапсырмамыз берілген сөз тіркестерді қазақ тіліне аударыңыз. После собрания. Жиналыстан кейін. До работы. Жұмысқа дейін. До остановки. Аялдамаға дейін. До дома. Үйге дейін. После перерыва. Үзілістен кейін. После выходных. Демалыстан кейін. До какого времени срока? Қай уақытқа, мерзімге дейін. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.